Мен Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп бөбекжай кешенінің 9-шы жастар бас сынып тәрбиеленушісі Сағындық Нұрхат. Сіздердің назарларыңызға Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» шығармасынан үзінді ұсынамын. Алыста қалған балалық шағым, ойымнан жарақ сары тоны қаударлаған, тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін, шелпеген арық ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын көлденен сүйрете, ес қалмай далбақтай жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болады. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен, «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызықты ертек айтып беремін» деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертек айтатын білгеніміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жасында көшіп келген болатын. Мал дегеннен тек бұзау, қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, анасы одан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағылап келсе керек. Біз балалар көшеде 2-ге жарылып ап, қағазға топырақ орап, орқылдата лақтырып атысып ойнап жүргенбіз. Әрі өтіп, бері өткен кемпір шал желкен көл қарай, соғысаздай, ол атысып ойнап дегенді қайдан шығарады осылар? Басқа ойын аз бей, деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен біз қайта жиналамыз, қайта атысамыз. Ойынның осындай қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап, «Бұл кім ей?» деген. Біз бәріміз соны нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жен, ақ жейде, тізесінен асатын қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз оған қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп киіп, 2 қолын қалтасына сап, шіреніп қойды. Ойынды тастай сала бәріміз бірдей әлгінің қасына келдік. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды. Буаттасқан шам топырақ. Шетімізден ит талағанда алым-жұлым алқа-салқамыз. «Бұл кім ей? Қайдан келген ей?» деп бір-бірімізді түртпектей береміз. Біз оған шықшия қарап шықтық. Ол да бізді сынағандай әр қайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түріміз оның көңілінен шықпаған сияқты. Шолақ танауын тыржитып қойды. Қоңырқа жүзі тершіп, маңдайындағы бір келкі етіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ. Оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп қызға қарадық. «Кекілін қарай, өзінің жаман әліне қарамай» деп қағды өтті Есікбай. Жана келген бала қызарындап терсең алып кетті. Мен білдім», деді Садық мақтана дауыстап. Одан соң әлгі баланың алдын орай өтіп, «Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, е? Қоңыр сиырларың бар ғой, е?» деді. «Иә», деді томсырайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар. Атың кім?» «Аян». Бәріміз бірдей, тегіс ұмытып қалмайық дегендей, «Аян, Аян» деп көбірлесе қайталап қойдық. «Жүр, жолдас боламыз» деп Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолмен ұстай алды. Аян оның қолына қарады да, қызарандап тұрып, асықпай білегін босатты. «Сендер жақ суық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар?» деді. «Түсеміз, анау арада тоспа бар. Жүр түсейік, су бол» деп Садық ауылдың жоғары жағындағы шұңқыр тоспаны мақтай жөнелді.
Ауылға жаңа бір баланың келуі біз үшін нағыз мереке болады. Әрқайсымыз оның көңілінен шығуға тырысушы едік. Тіпті бірімізден біріміз артық көрінбек болып, әй кеп мақтанатынбыз. Мен судың астында 60-қа дейін санап жата аламын, деп өсті Садық. Менің үйімде мынадай ақ көйлегім бар. Үлкен сандықта жатыр. Апам оны кигізбейді, деді көп сөйлемейтін Қосым Тырнауықта. Қосым ылғи баж етіп кеп, бетті тырнайтын. Сондықтан оны Тырнауық деп атап кеткенбіз. Өзіне көп бала қорқатын. Тек келетін Есікбай ғана. Ол да қазір, ей хитча, Тырнауық мысық, деп Қосымның көкірегінен итеріп жібереді. Кей күні ойыннан кейін мен кешкі тамақты шыбап, бапайдың үйіне баратынмын. Мен келгенде Аян ылғи от жағып отыратын. Ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын. Малатаспен бастырылған астықтың сабаны орған қамыс сияқтары болады. Арасында шала бастырылған. Кейде тіпті мұрты сетінемеген масақтар жиі кездеседі. Отқа жанған масақ дүр-дүр етіп лауылдап, ал масақтар бытырлап кететін. Аян от жағып жатқанда білдіртпей ғана сол масақтарды жинейді. Лауылдап жатқан сабан арасы бытыр-бытыр ете қалғанда Аян қолын отқа тығып жіберіп, шала пісіп қалған масақтарды лып дегізіп суырып алатын. Мен келгенде Аян жүзі жайнап қуанып кетеді. Бұлай шық деп дауыстап айтуға, кемпір шалдан бата алмай олар жаққа жаутаңдап қарап, темір пештің түбіндегі өз орны қара құрым киіз төселген қуысты мезейтін. Мен қуысқа кіріп ап, олар шай ішіп болғанша Аянды күтіп отырам. Бапайдың кемпірі шалы екеуіне ғана майға бөктіріп талқаншылайды да, сенің тісің бар ғой, деп Аянның алдына бір уыс қорған бидей төгеді. Міне, Аянның кешкі қорегі осы. Ол үн-түнсіз қытырлатып отырып, бір уыс бидайы біткенше шай ішеді де, өзінің шынысын төңкеріп, қуысқа келеді. Келе бірден сыбырлай сөйлеп, ертегі тыңдайсың ба? Деп алады да, менің бас изеуімді күтпестен ақ, баяғыда бір жетім бала болыпты, деп бастай жөнеледі.